Өткен күндегі бар істеріңді тазаламай ұйқыға жатпа. Бақытты адамның ең алғашқы белгісі айналасындағыларға ештеңе дәлелдеуге ұмтылмауы және бәрін өзі үшін жасауы. Таңертең оянғанда өзіңе «Мен не істеуім керек» деген, ал жатарда «Мен не істедім» деген сұрақ қой. Жақсы заңың болғанша, жақсы әдет-ғұрпың болсын. Әзіл тұз секілді, оны мөлшерімен салу керек. Алтын жалатқан қару сияқты мақтаншақтардың да іші тысына сәйкес келмейді. Ең алдымен өз қадіріңді жоғалтпа. Сен туралы не ойласа да, сен әділетті деп санайтын ісіңді жасай бер. Бақытты қуып әлекке түспе, ол барлық уақытта өзіңмен бірге. Жындыға қылыш ұстатқан қандай қауіпті болса, арамзаға билік беру сондай қауіпті. Бастау барлығының жартысы. Өмір ойын сияқты. Біреулер оған жарысуға, басқалар саудаласуға, ал ең бақыттылары көруге келеді. Азап көргенше ақиқаттың досы бол, бірақ төзуге болмайтын жағдайға дейін оның қорғаушысы болма. Бақыт деген екеудің сыбағасы. 20 ғасырға шейін түріктің тілін аздырмай асыл қалпында алып келген тіл турасындағы абырой мен алғыс қазаққа тиісті. Білімдіден не пайда, білгенін көпке айтпаса, үйреткеннен не пайда, қайырымы қайтпаса. Қинамайды абақтыға жапқаны, қиын емес дарға асқан атқаны. Маған қиын осылардың бәрінен өз аулыңның иттері үріп қапқаны. Кейбір істерді істеу керек бола тұра, істеуге болмайды. Достар, каналға тіркеліп, лайк басып, пікір қалдыруды ұмытпаңыздар. Сіздердің бұл әрекеттеріңіз бізді шабыттандырады. Мен сені көруім үшін сөйлегін. Арманым азайған сайын Құдайға жақындай түсемін. Ештеңеге қарамай үйлен. Жақсы әйел түссе бақытты боласың. Жаман әйел түссе ойшыл боласың. Әлемді өзгертпес бұрын өзіңді өзгерт. Адамдарды таныған сайын өзімнің итімді қатты қадірлеймін. Мен өмір сүру үшін тамақтанамын, ал кейбіреулер тамақтану үшін өмір сүреді. Ең кедей адам үйі, жанұясы, ақшасы жоқ адам емес, арманы жоқ адам. Бар адам назарын ақшаға қаратқан. Ақша адамды жаратпаған, адам ақшаны жаратқан. Өмір маған кейде тау сияқты шыңына шыққым келеді. Өмір маған кейде бір жау сияқты аяққа жыққым келеді. Өмір маған кейде бір бел сияқты гүлдерін тергім келеді. Өмір маған кейде бір шөл сияқты сусын бергім келеді. Өмір маған кейде бір от сияқты жылысын алғым келеді. Мен үшін кейде бақыт жоқ сияқты өліп қалғым келеді. Өмір маған кейде жақсы дос сияқты күнде көргім келеді. Өмір маған үлкен керуен көш сияқты жетектегім келеді. Өмір маған кейде адал жар сияқты еркелеткім келеді. Мені күткен бір бақыт бар сияқты ерте жеткім келеді. Өмір маған кейде сұлу қыз сияқты құшақтап сүйгім келеді. Өмір маған кейде апа сіз сияқты қуаныш үйгім келеді. Өмір маған шаттық сезім сияқты мәз болып күлгім келеді. Өмір маған кейде өзім сияқты өмір сүргім келеді. Шын ықыласпен ата-анасының қас-қабағына қарап,
тік тұрып, іші елжіреумен берген батасын алып қалған бала екі дүниеде қор болмайды. Әйелді теппе аяқпен сағысынар, баланы ұрма таяқпен бағысынар. Үйдің ұлығы ер, ұйытқысы әйел. Әйеліңмен дос бол, үйіңе береке кіреді. Білімдімен дос бол, сасқанда ақыл береді. Өз жарыңды жаттай күт, жат көрсін де түңілсін. Бір-біріңді қадір тұт, жұрт үлгі алсын да үңілсін. Шын жақсының бойында болмас кегі. Ер жігіт шешен болып малсыз қалса, рас деп айтқан сөзі шын болмайды. Неғұрлым махаббат, ақыл, сұлулық және жақсылыққа құмар болсаңыз, айналаңыз да осындай жақсылықтарға тола түседі. Қолыңыздағы бар нәрсеге қуана білу молшылықтың бастауы.